Бұл жалпы формула құпия, ешқандай видео, ешқандай кітапта жазылмаған. Мен шыны керек онша сене бермеймін. Бизнесті нөлден бастау деген 8 жылдық тәжірибемде қорқыныш болмауы мүмкін емес. Бұл бірақ факт емес, бұл өтірік сылтау достар. Сәлем достар, бүгінгі тақырыпта біз бизнесті қалай нөлден бастау керектігін, құпияларын және формулаларын сіздерге айтатын боламыз. Бұл жалпы формула құпия, ешқандай видео, ешқандай кітапта жазылмаған, өзімнің тәжірибемнен өткен бұл құпия формулалар. Көпшілік менен сұрайды, бизнесті қалай бастасам болады? Бизнес бастайын десем, бірақтан да қорқыныш бар. Банкрот болып кетпеймін ба? Қалай бастайын деген көптеген адамдар жазады. Инстаграмға да немесе почтама жазады, және де көпшіліктің сұрауы сол. Бүгінгі видеода осыған жауап, яғни бизнесті қалай нөлден бастаймыз? Немесе аз ақшамен қалай бастауға болады? Бірінші достар, мен сіздерге айтып өтейін, бизнесті нөлден бастау деген, яғни нөл ақшамен бастау деген, мен шыны керек онша сене бермеймін. Яғни бизнеске бір аз ақша болса да, яғни бір 10 мың теңге болсын, 20 мың теңге болсын, бір жарнамаға болса да бір ақша керек. Сол себепті бизнесті нөлден бастау дегенді мен ойым, өзімнің білімде, тәжірибемде басқаша түсінікпен келеді. Яғни бизнесті нөлден бастау деген, бизнесті яғни басынан бастап деген түсінікпен мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Нөлден ақшада емес, бизнесті басынан бастап, яғни бір идеяны басынан бастап деген сөз. Сол себепті достар, жалпы негізі сіздерде бизнесте қорқыныш неден болады? Соны комментарий жазып кетіңіздер. Өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Мен бизнес бастайын десем, бірақ қорқыныш неден болады? Банкрот болудан, бір. Екінші, білім жетпейді, екі. Үш, тәжірибем жетпейді. Бұған жалпы мен өзім 8 жылдық тәжірибемде бизнеске деген қорқыныш, менде қазір де болады, достар, ол қорқыныш болмауы мүмкін емес, бірақтан да менде қорқыныш қазір таңда аз болады. Неге? Өйткені ол, мысалы, кішкентай бала жүрейін деп жатқан кезде, мысалы, бір жылға толмайды, 8 ай, 10 айда жүрейін десе қорқады. Сол сияқты, мысалы, сізде бір нәрсені істемей жатып, мысалы, бір нәрсе істемей жатып істейін десеңіз қорқасыз ғой. Сол сияқты бизнесте де сол. Яғни бірінші бір факторлардың бірі ол тәжірибе. Яғни сізге тәжірибе керек бизнесте. Бизнесте тәжірибе болмағаннан кейін сізде ішіңізде қорқыныш болады. Одан бөлек тәжірибеден кейін ең басты факторлардың бірі білім. Яғни сіз, мысалы, біліміңіз жоқ болғаннан кейін сіз бағанағыдай қорқасыз. Және де көп адамның сылтауы бойынша, яғни бизнес бастамаймын, өйткені бизнес бастағым келгенде ақша жоқ дейді. Бұл бірақ факт емес, бұл өтірік сылтау достар. Өйткені көпшіліктің, мен сіздерге фактілерін айтып өтемін. Apple компаниясы болсын, әлемдік компания Apple компаниясы, Стив Джобс бастайтын кезде бірінші ода ақша болған жоқ, дұрыс па? Бір, ол инвестиция тартты. Яғни ол өзінің экспертіңіз, өзінің білімінің арқасында, яғни инвестиция тартып, сөйтіп бағана инвестормен жұмыс жасады. Және де Google компаниясы, және көптеген тағы да басқа компаниялар сразу бай болып кеткен жоқ, дұрыс па? Яғни бірінші олар білімімен, екінші тәжірибесімен бастады. Яғни бизнеске деген нәрсе бірінші бастауда ақша өте қатты рөл ойнамайды. Бұл нәрсені сіздер алып тастаңыздар. Бұл нәрсені кітапта, видеода еш жерде жазылмаған. Енді сіздерге мен бағана құпия формула дедім, сол беретін. Ең бірінші сізге бизнес бастауға ол идея керек. Яғни идея. Сіз өзіңізге қазір мынандай нәрсе жазыңыз, дәл қазір блокнот пен ручка алыңыз, менің айтқаным барлығын жазып отырыңыз. Өйткені әлемдегі 97% адамнан бөлек 3% адам ғана жаза деген. Сол мен айтқанымды тыңдасаңыз, сіз сәтті кәсіпкерлердің ішіне кіретін боласыз. Сол себепті дәл қазір блокнот, қаламсап алыңыз, мен айтқаным барлығын жазыңыз. Ең бірінші сізге идея керек. Яғни бизнес бастауға ең бірінші идея керек. Екінші, өзіңізге уақыт беріңіз, яғни дедлайн. Көптеген адам, мысалы, идея таңдаймын дейді да, 1 ай, 2 ай, 3 ай жүре береді. Яғни олай болмайды. Сіз айтыңыз, мен идея табамын, маған 3 күн. Яғни екінші біздің ереже ол уақыт қою. Түсінікті ғой? Бірінші идея таңдау, екінші уақыт қою. Енді идея таңдаудың формуласы қандай? Идея таңдаудың формуласы сіз өзіңізді анализ жасаңыз. Яғни мен мысалы YouTube'да бірінші видеоларымды айттым, шпаргалка саттым, кітап саттым дедім. Мен ол жерде маған не үшін ол нәрсемен айналыстым? Өйткені ол нәрсе маған ұнаған. Сол себепті сіздің бірінші идея таңдайтын кездегі ереже ол сізге ұнау керек. Бірінші өзіңізді анализ жасаңыз ішіңізден. Екінші, өзіңіздің эксперт.
яғни көптеген адам ол эксперт болып келеді. Бір саладан, сатудан болсын, болмаса сіз мұғалім болсаңыз, ағылшын тілінен, сіз ағылшын тіліне экспертсіз. Мысалы, біз кәсіпкерлік мектепті не үшін аштық? Мынау пробизнес кәсіпкерлік мектепті ашқан себебіміз, өйткені біз экспертпіз. Яғни өзіңіздің эксперт жағыңызды таңдаңыз. Үшінші формула, идея таңдаудың, яғни сіз ол нәрсеге идеяға сұрақ қойыңыз. Қаншалықты ақша көп табуға болады? То есть, қанша көп ақша табуға болады? 1 миллион ба, 2 миллион ба, 3. Төртінші, қаншалықты масштабировать етуге болады? Қанша филиал ашуға болады? Қай жерден қанша не ашуға болады деген сұрақ қойыңыз. Сол сұрақты блокнотпен қаламсапқа жазыңыз. Ол неге өте маңызды? Достар, идея таңдау өте маңызды бизнесте. Өйткені сіз үй соғатын кезде, мысалы, фундаменттен бастайсыз ғой. Сол сияқты идея да сол. Яғни идеяны сіз ең бастапқыда дұрыс таңдасаңыз, яғни идея сізге көптеген ақша, көптеген нан бағаны алып келеді. Ал егер де сіз, қараңыз, идеяны сіз ауыстыра беретін болсаңыз, бірінші сіздің көптеген уақытыңыз кетеді. Екінші көптеген ақшаңыз кетеді, көптеген энергияңыз кетеді, көптеген нервтеріңіз кетеді. Сол себепті идеяны басынан бастап дұрыс таңдау керек, достар. Түсінікті ғой? Осы сұрақтарды қоя келе, сіз мысалы бірінші өзіңіздің ұнайтын нәрсе болу керек. Неге? Өйткені идея таңдайды ұнау керек дедім. Неге? Өйткені япондық не бар? Икигай деген нәрсе бар. Икигай деген не ол? Икигай деген нәрсе ол бақытты өмір сүрудің япондық формуласы. Яғни икигай деген өзіңізге ұнаған нәрсеңіз. Сіз, когда өзіңізге ұнаған нәрсемен айналысқан кезде, сіз ол нәрсеге сылтау таппайсыз. Ол нәрсені сіз жақсы көріпсіз. Мысалы, маған YouTube-қа шығу ұнайды. Маған YouTube-қа шығу, видео түсіру, болмаса мен Instagram-ға история, пост салу, Facebook-қа салу, мен былай айтқанда қысылмаймын. Және де мен біреуді оқытқаннан, студенттерді оқытқан маған ұнайды. Сол себептен кәсіпкерлік мектепті аштым. Идея таңдағанда қайталап айтамын. Ұнайтын нәрсе керек, бағана айттым. Екінші эксперттік, яғни саудадан ба, не саладан сіз өзіңізді анализ жасаңыз. Қай саладан мен экспертпін деген сияқты. Екі. Үшінші, бағанағы бұл идеядан қанша ақша табуға болады? Үш, қаншалықты көп ақша табуға болатынын сіз зерттеңіз. Төртінші, қаншалықты масштабировать етуге болады? То есть басқа қалаларды ашуға бола ма? Осы сұрақтарға сіз жауапты сұрақты өзіңізге қойып жауапты жазған кезде сіз дұрыс идея таңдайсыз. Достар, сондықтан осы формулаларды қолданамыз. Бағана 18 формуласы, одан бөлек идея таңдаудың формуласы, яғни ұнау, эксперт және де масштабировать етуге болады ма? Және де мен айтқан құпиялар факт және скорость, яғни жылдамдық. Осы формуланы қолданамыз. Бір, екінші, яғни тәжірибедегі қолданатын құпия. Ол бірінші, біреудің, бір кәсіпкердің қасына ассистент болып немесе көмекші болып кіру. Екінші, компанияға, корпорацияға, бағанағыдай сату бөліміне немесе бір производствоға жұмысқа кіру. Өйткені осы тәжірибелерді алсаңыз, сізге бизнес бастауға өте оңай болады. Және де достар, көпшілік сұрайды менен, сіз идея айтыңызшы дейді. Жоқ, достар, өкінішке орай мен сіз үшін идея айта алмаймын. Өйткені сіз өзіңіздің жүрегіңіз қалайтын идеяны таңдау керексіз. Өйткені сізді қандай саладан экспертсіз, қандай идея сізге ұнайтынын мен білмеймін. Мен өзімнің не ұнайтыма білемін. Сондықтан да сіз өзіңіздің ұнайтын, өзіңіздің жүрегіңіз қалайтын нәрсені бастаңыз. Және де мен сізге айтайын, достар, егер кәсіп сізге ұнаса, икигай дейді ғой, яғни икигайыңыз қатты мықты болатын болса, және де сол сала шынымен де сізге ұнайтын болса, қанша қиындық болса да, қаншама сіз құласаңыз да, банкрот болсаңыз да, сіз ол нәрсені тастап кетпейсіз. Және де кәсіп бастайтын кәсіпкерлерге сіз кәсіпті оңай деп ойламаңыз. Яғни көптеген кәсіпкерлер осы жерде қателеседі. Яғни кәсіп бастап кетем, сразу миллиондар тауып кетем, немесе көптеген корпорация, компания ашып кетем дейді. Өкінішке орай олай болмайды. Менің де көптеген қателіктерім сол болған. Кәсіп бастайтын кезде бір рет істеп көрем, ұнамағаннан кейін мен тастап кеттім. Менде болмайды деп. Достар, осы видеоны көрсеңіз, осы кәсіпкерлер сіздерге кеңес. Яғни бір нәрсені істедіңіз ба, сразу болмайды. Лезде болмайды. Яғни жасаған жобаңызды, яғни Марлон Шешенбайымыз ағамыз айтады ғой, яғни бір нәрсе істеген кезде қайта істеңіз. Немесе ученыйлар, ғалымдардың істейтін формуласы. Бір істеген нәрсені екінші рет істейтін кезде 2 есе болып істейді. Яғни мен YouTube-тың бірінші видеосында осы нәрсені айтып кеткен. Сол себептен 18 формуланы қолданып, ешқашан берілмеңіз. Яғни орысша айтады ғой, никогда не сдавайся дейді. Сол себепті жобаны соңына дейін жеткізіп, сәтті жобаға Құдай қаласа жетіңіздер.
Сондықтан достар, кәсіпке бастаймын деген кезде осындай қиындықтарға дайын болыңыздар, иә. Кәсіпкер мен жұмысшының не айырмашылығы бар? Кәсіпкер ол, яғни көптеген қателеседі, көптеген банкрот болады. Мысалы, мен көптеген банкрот болғам. Ал жұмысшы деген адам ол, яғни орысша айтады, ол стабильность, иә. Бір нәрседе жұмыс жасайтын, мысалы 100 мың, 150 мың айлыққа. Ал сіз кәсіпкер боламын десеңіз, яғни мен айтқым келе бермейді, ол сәтті бола береді. Ондай болу мүмкін емес. Яғни бір кезде құлайсыз, бір кезде көтерілесіз. Сол себепті кәсіпкер боламын десеңіз, банкрот болуға дайын тұрыңыз. Ол сізге демотивация емес, бірақтан да шындық. Мен айттым бағана, сіздерге беретін құпия мен фактілерім осы деп. Достар, осы видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде біздің каналымызға төбедегі қоңыраушауын басып кетіңіз. Өйткені келесі видео шыққан кезде сізге уже лезде шығып отырады. Өйткені келесі видеолар, бұл идея таңдауды біз айттық. Келесі видеода осы идеяны қалай біз дамытамыз, осы туралы сіздермен құпиялармен бөлісетін боламыз. Және де міндетті түрде бізге мотивация беріп, комментарий жазып кетіңіздер. Мына жердегі лайктарды басыңыздар. Өйткені біздің команда сіз үшін осындай керемет видеоларды істеп жатыр. Сіздермен болған Тұран Абжанов, келесі видеода кездескенше.